Сірелі, терең тәлімі, мәдени мәлімі бар жақұт мекен. Жүз шайыры жыр жорғалатқан киелі өлкені дін мен дәстүрдің мәуелі бағы дерсің. Шораяқтың омары шариғат ілімдерін жетік меңгерсе, балқы базар 5 парыздың тереңіне бойлаған. Тасберген жырау тәпсірге, Кете Жүсіп кәләмға, Тұрмағамбет пен Тұрымбет тасауфқа жүйрік болған. Ей кәрім, көңілін көркейт мұсылманның, қуандыр қай бірінде қысылғанның. Таупық бер қазағымның бәріне де көңілінен иман нұрын ұшырғанның. Тұрмағамбет Ізтілеуұлы. Текті өлкенің тұлғалары өміршең туындыларында дінді дәстүрмен сабақтастырып отырған. Ата дініміздің алтын тін, арқау жібі баба дәстүрімізбен байрақты, салтымызбен салмақты. Себебі қазақы дәстүрде жат әдеттерден жерініп жақсылыққа ұмтылуда. Ағайын туыспен ара суытпай, көрші қолаңмен тату болудың дейді. Әрекеге емес, берекеге шақырады. Кемдікке емес, кеңдікке бастайды. Тіл, дін, өнер, салт дәстүр, тарих пен дүниетаным рухани құндылығымыздың қайнары. Діннің діңгегі дәстүрмен берік, дәстүрмен дидарлы. Бүгінгі әлемнің бедерінде діни сипатта соқтығысып жатқан елдер көп. Ал аядай ғана Қармақшы ауданының қасбеті тіптен бөлек. Себебі жыраулар өлкесінің төріне татулық тұрақтап, бірлік салтанат құрған. Мұндағы жұрт дін мен дәстүр халқымыздың рухани иммунитеті екенін жадыларына жақсылап бекіткен. Бұйығы жатқан бұл өлкенің түрлігі қоңырайғанымен, түндігі жырмен түріліп, ата дәстүрмен тілдесетіндей. Өрендері өрісте қой қайырса да, өскіндері ойын қуып ой қайырса да, баба жолының мұрагері екендіктерін ұмытпауы ләзім. Себебі жүз шайырды құндақтаған қасиетті өлкенің ертеңгі егесі осылар. Ұмытпайық, дін дәстүрмен сабақтасса тәлімді болмақ.